Павлодар ауданында Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру бойынша Павлодар ауданында іс-шаралар жоспарына сәйкес жұмыстар жалғасуда. Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заң талаптарының сақталуы және мемлекеттік тілді қолдау бойынша мониторинг тобы маусым айында ауданның бірнеше аудандық округтерінде болып қайтты. Чернорецк ауылдық округінің әкімдігі және ауыл мектебіне, Черноярка ауылының халыққа қызмет көрсету орындары, оның ішінде дүкендерге, Григорьевка ауылы мен Мичурин ауылының ұйымдарына мониторинг жүргізілді. Мониторинг кезінде ұйымдардың басшылары мен халыққа қызмет көрсету орындарының қызметкерлеріне ескертулер жасалды. Осы нысандарға тіл заңнамасы жазылған жаднамалар таратылып, қызметкерлерге заң талаптарының сақталуына сәйкес түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Қазақ тілін оқыту бойынша QR коды бар плакаттар ілінді. Ауданда қазақ тілін оқыту бойынша курстар өтуде. Курс кезінде латын әліпбиінің жалпы ережелері түсіндірілді.